Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен бірге атақты торттардың бірі Черный принц тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Бір ерекшесі бұл торт оңай үй рецепттерінен дайындалады. Және де біз 2 жұмыртқамызды жарып болғаннан кейін оған 300 грамм қантымызды қосамыз. Және де жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Сәл араластырып болдық. Осылай әппақ болып көпіргенше араластыру керек. Бұл міндетті. Және де оған енді өзіміздің 400 грамм айранымызды құямыз. Менде үй жағдайындағы айран. Бұған дүкеннің айраны да барады. Және де жақсылап миксерлейміз. Және де оған 120 мл сұйық майымызды құямыз. Және де жақсылап миксерлейміз. Енді өз қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқыш қосу міндетті емес. Оған өз содаларыңызды қоссаңыздар да болады. Яғни соданы бір ас қасық соданы уксуспен араластырып қоссаңыздар болады. Енді жақсылап миксерлейміз. Енді ұнды илектен өткізіп, бөліп саламыз. Яғни бірден салуға болмайды. Естеріңізде болсын, бірден ұнды қосып миксерлейміз. Соңғы илектегі ұнымызға, илектен өтпеген кішкене қалған ұнымызға біз 2 қасық какао қосамыз. Енді оны өз тестамызға қосамыз, какаомен бірге. Бұл біздегі ең соңғы ұн болады. Жақсылап миксерлейміз. Біздің тестамыз дайын. Примерно біздің тестамыздың консистенциясы осындай болу керек. Мінекей. Яғни пирогтардың, сұйық кремнің консистенциясы сияқты осылай сұйықтау шығады. Осыны біз пісіреміз. Оны өз формамызға салып пісіреміз. Менде форманың диаметрі 24 диаметрлік форма. 22 диаметрлік формада барады. 150 градуста 30 минут пісіреміз. Осыны біз 150 градуста 30 минут пісіреміз. Біз енді өз тортымыздың кремін жасаймыз. Негізі бұған кез келген крем барады, бірақ мен сливки мен кремді пайдаланатын боламын. Ол үшін бізге кем дегенде бір күн тоңазытқышта тұрған сливки керек. Менің сливкемнің пайыздығы 35%. Жақсылап шайқаймыз қоюланғанша. Енді қоюлана бастаған кезде біз оған 50 грамм қантымызды саламыз. Енді жақсылап шайқаймыз. Неке біздің креміміз дайын. Негізі бұл Черный принц тортына кез келген крем жақсы үйлеседі. Бірақ естеріңізде болсын, заварный кремді қолданбаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай формасын жақсы ұстап тұр. Мінекей. Бұған сметанный крем, немесе сгущенка мен крем қолдансаңыздар болады. Бірақ естеріңізде болсын, заварный кремді ешқашан қолданбаңыздар. Черный принц тортына заварный крем бармайды, естеріңізде болсын. Тағы да қайталаймын. Мен әрдайым торттарға көбіне сливкимен қолданамын. Себебі сливки бұл қалай айтсам болады, торттың формасын өте қатты жақсы ұстайды. Әрі дәмі де тамаша, сол себепті мен сливкимен қолданамын.
Біздің дайын болған кремімізді кем дегенде бір 20 минутқа холодильникке қойып қоюларыңызға болады. Біздің тестамыз, яғни коржымыз дайын. Оны решеткада суытамыз. Бақытыңды басқадан іздедің сен, аяулым асылым. Мінекей достар, біздің черный принц тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай біз оны осылай әсемдедік. Мына крошкилер, яғни біздің корждарымыздың бетін күмпейгенін кесіп алып, осылай крошка жасадық. Және де оны кремнің сыртынан осылай қаптадық. Мінекей торт өте биік болып шықты. Әрі дәмді екеніне мен 100% сенімдімін. Әсемдеуі негізі әрқайсыларыңыздың өз қалауларыңызша. Маған мак ұнағандықтан бетіне осылай мак септім. Негізі шоколад сепсеңіздер де болады. Торт өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге 100% кепілдік берем. Жасап көріңіздер. Мінекей. I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go.